Енді неге кіру керек? Сәлем достар, сіздермен бірге мен мистер Боп. Бүгін мен үй сатып аламын достар. Қараңыздар. Үй сатып алам. 10 стак алмазым беріп қойым. Тіпті 10 стак алмазым міне тұр. Енді мен үйге кірем достар. Мынаның бәрі фантазия. Мен бұл үйді алдында көрген болатын достар. Алдында көргенде өте ұнады. Маған өте ұнады, сондықтан бір сатып аламын деп ойым. Ол кезде мен сатып алған ақшамды қимадым, бірақ ол маған 5 тал железный враня берді. Ой, кешіріңіздер, железный деп алмазный. Сол 5 стак алмаздың орнына ал мынау үй 5 стакқа тұрады деп ойлаймын. Қазір 5 стактан да кетеді. Мен алмаймын деп тұрған кезде ол маған 5 алмазный враня берді. Қараңыздар. Мынаның бәрі қымбат нәрсе заттар ғой, қараңыздар. Әдемі жасаған, қараңыздар, гүл қойып. Бірақ бір жаманы мына бірінші этаж бен екінші этаж неге тар бұл? Тар. Бірақ мына жақта әдемі жасап бүйтіп, мынаған отырып аласың. Отырып алсаң, полы бәрі әдемі. Бірақ тар болып қапты бар ғой. Бірақ маған ең қатты 3-ші этаж, 4-ші этаж ұнайды. Қараңыздар, мына жақта қаншама бөлме бар. Мынаны алып тастау керек еді. Мынау не тастар? Бұл не тастар? Сонымен бір қойған шығар бір. Білмеймін әйтеуір. Мына бөлмені қараңыздар достар. Мына ашық қапты ғой. Ашық қама. Бұл блок. Анда бір блок. Сол блок жетпей қалған болғаннан кейін осы жерге жасап қоя салған ғой. Өзі маған айтты оны, сосын өзім жасап алатын болдым достар, қараңыздар. Әдемі қылып қараңызшы, өңкей көк гүл әп-әдемі қылып тізіп қойған. Керемет. Бар ғой, маған өте ұнады осы үй. Мен негізі бұл үйді 10 стак алмазға сатып ала салайын дегем. Сол кезде сатып алмайын ба деп тұрем. Ана кісі маған 5 алмазный враня берді. Мынаңыздар төсек бәрі бар, керемет. Сурет те бар. Әдемі. Сіздерге егер үй ұнаса, лайк басып кетіңіздер достар. Және менің каналыма жазыла кетіңіздер. Егер менің әр шыққан видеомды жіберіп алғыларыңыз келмесе, онда қоңыраушаны басыңыздар. Өте керемет. Айтса да мен сіздерге мынаны көрсетейін. Мына жақта ең керемет бөлмелер осы жақта қараңыздар. Достар, мынау кухня. Мына қараңыздар, мынау ненікі ғой. Химиянка, науда химиянка. Сонынан химиянкынан раковина жасақ болған, мынадан газ жасақ болған, пешка жасақ болған. Әдемі, мына холодильник. Холодильникте ештеңке жоқ екен достар. Мынау стол керемет достар, мына жақта стол бар. Бәрін әдемі қылып жасақ қойған, фантазиясы керемет адам. Мына жақты қараңыздар, маған ең қатты ұнаған бөлме осы жер, химия бөлмесі қараңыздар. Бәрін жасақ қойған әдемі қылып. Бізде қазір ештеңке жоқ. Сондықтан көретін. Міне химия заттар бәрі. Керемет достар, маған өте қатты ұнады. Мен түсінбей тұрмын, мынаның бәрін қалай алады, мен алуды білмеймін мысалға. Мына аяқта айтса да бізге тағы мынаны бер. 5 стак алмаз, ойлаңызшы. Егер 5 стак алмазный враня 1 стактан тұратын болса, сонда мыналар қанша теңге тұрады? 5 стак алмазға. Керемет, өте арзан алдым деп ойлаймын енді өзім. Білмеймін, сіздер енді айта кетіңіздер, арзан ба, қымбат па, білмеймін. Айтса мен сіздерге айта бермеймін, мен сіздерге сол 5 стак алмазный враням көрсетейін достар. Бірінші мынау бөлмені бітірсек, мынау енді өзімдікі алдымда қойып кеткен, мен сатып аламын деп. Мына аяқ керемет, ең кереметтер осы достар. Мына жақтан құлап кетуім мүмкін. Алдында мен мына жерден құлап кеткен, бірақ қайта өлмей қалдым достар. Әйтпесе жаман. Мына қараңыздар, мына аяғын бәрін әдемі жасақ қойған ғой достар. Мына столын қараңыздар, керемет достар. Сіздер де серверді ойнайтын болсаңыздар, осыны керек болады. Осыны үй сатып алыңыздар сіздерде.
Мына диван, мына телевизор. Мына жақта сундуктар тұрады. Сундук емес, алдына тұршы. Мына сіздерге айтуды ұмыттым. Мына жақтағы люстраларды қараңыздар, керемет. Әдемі қылып жасап қойған, сондықтан мына жақта жап-жарық болып көрініп тұрған. Мына жақта бөлме екен ғой. Айтса да біз қазір мына тағы маған ұнағаны, мына жаққа қараң, далаға қарап отырасың, суға қарап. Мына жақтан да қарасаң болады, керемет. Қазір біз 4-ші этажға шығамыз, біздің спальняға шығамыз. Так, спальняға шығамыз. Бұл үйде бір жаманы, достар. Не жоқ? Склад жоқ, достар. Склад жоқ, ойлаңыздар. Склады жоқ болса, қалай сонда үй бұл жерде? Айтса да міне айтып ұмыт кеттім. Біреу, мен бір нем қайда? Тоқта, біреу, төртеу ақ қой мына жақта, біреу тағы болу керек қой. Сонда мен 6 стак, бірақ бәрі ғой. Достар, 6 стактан да көп неге тұрады бөлім. Қараңыздар, телевизорды қараңыздар. 6 стакқа тұрады, енді, конечно, асып кетеді. Бірақ маған алдында 5 алмазный вранье жасап атқан сияқты еді. Не біреу қайда? Мен оны біліп ететін боламын, сұрап көретін боламын, достар. Оған еш қам жемеңіздер. Тағы да мына жақта бір бөлме бар. Бөлме деген не ғой? Таңертең бір туалетке шыққан кезде осы жаққа кіресің. Немесе жуынып ұйықтайтын кезде мына ваннаға түсіп аласың. Ваннаға түсіп ұйықтау керек енді. Мына душ бір түсініксіз, бір тар. Тұншық кетесің ғой үшін ұйықташ. Мына жақ енді өздеріңіз түсініп отырсыздар, біліп отырсыздар. Мынаның үстіне шығып кеттім мен. Мына жақты кең қараңыздар. Мына жақ өте кең, достар. Бір не жасаған кезеңде өзің білесің. Бірақ ештеңке жоқ осылай. Ана 2 бөлме ана. Бірақ мына жағын қараңыздар, бір чатырдың несі. Мына жаққа қарап отырсаң, аспанға да қарап отырсаң болады, достар. Қараңыздар. Керемет. Өте бір әдемі жасаған, достар. Мына жаққа теңізге қарап отырасың. Рахат. Сергіп, табиғатқа қарап. Бұл үй ұнаса, лайк басыңыздар, достар. Және менің каналыма жазыла кетіңіздер. Менде енді аз подписчик, аз лайк, сондықтан менің подписчиктарымды да, лайктарымды да көбейтіп жіберіңіздер. Әрине, сіздердің арқаларыңызда мен дамимын. Сондықтан өздеріңіздің үлестеріңізді қосып қойыңыздар. Және сіздермен бірге болған мен мистер болып, сау болыңыздар.